Сәлем достар, менің керек арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті пайдалы ақпараттарды апта сайын салып отырамын. Бүгін құрманың сан түрлі пайдасын айтатын боламыз. Құрма Құран аяттарында көптеген кездесетін жеміс түрі. Иман жәннатта әзірленген небір тәтті астардың ішінде құрмада айтылған. Алла тағала Құранда ерекше мән берген бұл жемістің химиялық құрамын зерттеген кезде көптеген пайдалы заттар анықталған. Құрма бәріміз сүйіп жейтін жемістің көне түрі. Қазіргі таңда көптеген әлем елдерінде маңызды зор жеміс болып отыр. Қасиетті Рамазан айында ораза ұстағандар үшін құрмамен ауыз ашу сүннет. Құрманың адам ағзасына пайдасы өте көп. Оның құрамында май, көмір, суын, үшеуін қатар қамтитын бірден бір жеміс. Жас құрма терідегі дақтарды кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. Қатерлі ісіктен сақтайды. Жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Жүйке жүйесінің шаршауын басады. Мидың жұмыс істеуін қабілетін көбейтеді. Ғалымдар құрманың әйел адам босанар кезде берер пайдасын және аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге де пайдалы екендігін анықтап отыр. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және босанатын күні үзбей осы жемісті жеуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны әлсіреген анаға күш-қуат береді. Сонымен қатар босанған әйел бұл жемісті жесе, сүті құнарлана түседі. Бұл құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екені, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғанда ең үлкен көрсеткіш болып табылады. Ғалымдар тек құрма мен сумен азық етіп бірнеше жыл өмір сүре алатынын анықтаған. Құрмада көптеген дәрумендер мен минералдар. Майға, ақуызға бай құрмада минералдар натрий, калий, кальций, магний, темір, фосфор, хлор бар. Құрмалар мысалы, ет өте құнарлы ас болып табылады. Алайда ол адам ағзасына құрманың беретін дәруменін бере алмайды. Құрма жаңа піскен кезде дәрумендерге, минералдарға өте бай болып келеді. Құрма өзге жемістер секілді ағзаға пайдалырақ болып есептеледі. Құдіретті Алла тағаланың шексіз ілімі мен мейірімінің көрсеткіші. Құрманың жүктілік кезіндегі пайдасын соңғы жылдары ғана анықталса, бұл жемістің пайдасы жайлы 14 000 ғасыр бұрын Құран адамдарға жар салған. Рахмет, аяғына шейін көргендеріңізге. Тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Керекті пайдалы видеолар көптеп салып отырамын.